Салеметсізбе, құрметті көрермендер, сіздермен тағы да жолығып отырғаныма разымын. Білімге деген қызығушылықтарыңыз арта берсін, үйреніп, байлықтарыңызды дамыта беріңіздер. Бүгін ЧАРЛЬС ДИККЕНСтің шығармасы ОЛИВЕР ТВИСТтің 4-ші чаптасына, 4-ші бөліміне келіп жеттік. Oliver is apprenticed to an undertaker. Оливер мердігердің қарамағында. Немесе Оливер мердігердің шәкірті. Онымен бастаймыз. Mr. Bumble was returning one day to the workhouse when he met at the gate Mr. Sowerberry, the undertaker, a tall, bony man dressed in a worn-out black suit. Mr. Bumble бір күні workhouse-тан шығып келе жатқан кезде, ол қақпадан Mr. Sowerberry-ді жолықтырды. Ол ұзын бойлы, арықша келген, ескі қара костюм киген мердігер болатын. As Mr. Sowerberry advanced to Mr. Bumble, he shook him by the hand and said, "I've taken the measurements of 2 women that died last night, Mr. Bumble." Mr. Sowerberry Mr. Bumbleға қарай жүрді де, қолын алып, оған айтты. Осы түні қайтыс болған 2 әйелден ой өлшемін алдым, Mr. Bumble деді. You will make your fortune, Mr. Sowerberry, said Mr. Bumble. Сіз өзіңіздің табысыңызды табасыз, Mr. Sowerberry, деді Mr. Bumble. Think so, said the undertaker. The prices allowed by the board and very small, Mr. Bumble. Сіз сөйтіп ойлайсыз ба, деді мердігер. Жерлеу бюросының басқарушысы. Басқару органы бекітіп берген ақша өте аз, Mr. Bumble. So other coffins, replied the latter. Ал табытты айтқанда ше, деп жауап берді іле-шала. Mr. Sowerberry laughed for a long time at this joke. Ал Mr. Sowerberry болса, осы әзілге ұзақ күлді. Well, Mr. Bumble, he said finally. I don't deny that since the new system of feeding has been introduced, the coffins are somewhat narrower than they used to be. But we must have some profit, Mr. Bumble. Wood is expensive, sir. Жарайды, Mr. Bumble, деді ол соңында. Асыраудың жаңа жүйесі таныстырылғалы бері, табыттың өлшемі барған сайын кішірейіп барады. Бірақ бұл жерден де жақсы нәрсені көруге болады, Mr. Bumble. Ағаш өте қымбат, сир. Well, said Mr. Bumble. Every trade has its disadvantages. Жа, деді Mr. Bumble. Алмақтың да салмағы бар. By the way, you don't know anybody who wants a boy, do you? Айтпақшы, мына баланы өзімен бірге алып кететін адамды білесіз бе? Exclaimed the undertaker, that's the very thing I wanted to speak to you about. Деді мердігер. Жерлеу бюросының басшысы. Мен сізге осы жайлы айтқым келген еді. You know, Mr. Bumble, I think I'll take the boy myself. Білесіз бе, Mr. Bumble, мен осы баланы өзіммен бірге алып кетейін. Mr. Bumble seized the undertaker by the arms and led him into the building, where it was quickly arranged that Oliver should go to him that evening. Mr. Bumble жерлеу бюро басшысын қолынан ұстады да ғимаратқа кіргізді. Ол жерде тез арада келісім жасалынып, осы түні, осы кеште Оливер онымен бірге кететіндей қылды. Oliver heard this news in perfect silence and carrying a brown paper parcel in his hand, which was all the luggage he had. He was led away by Mr. Bumble to a new scene of suffering. Оливер бұл жаңалықты тыныштықпен қабыл алды. Қоңыр қағаздан жасалынған портмонесін қолына ұстап, бұл өзінің жалғыз ғана заты болатын. Бамблмен бірге өзін жаңа бір қайғы сахнасына бастап кете барды. For some time they walked in silence. Біраз уақыт бойы олар үнсіз келе жатты. As they drew near to Mr. Sowerberry's shop, Mr. Bumble looked down to make sure that the boy was clean and neat enough
to be seen by his new master. Мистер Сауберидің дүкенінің жанына жетіп қалған кезде, мистер Бамбл балаға үсті таза ма, жетерліктей жинақы болып тұр ма, соны көруге оған тоқтап қарады. Ол баланы жаңа қожайынына таныстыру мақсатында. Oliver, said the Mr. Bumble, pull that cap up of your eyes and hold up your head. Oliver, деді мистер Бамбл, андағы бас киіміңді көзіңнен кішкене көтерші, және басыңды да кішкене көтерші, деді. Oliver did as he was told at once, but when he looked up at Mr. Bumble, there were tears in his eyes. Оливер оның айтқанын бірден орындады, бірақ ол мистер Бамблға қарағанда оның көздерінен жас парлап тұрған болатын. Mr. Bumble stared at him coldly. Мистер Бамбл оған суық көздерімен қарады. The child made a brave attempt to stop crying, but the tears rolled down his cheeks and covered his face with both hands. Бала өзін мықтырақ ұстайын деп, жасын тоқтатайын деп тырысты, бірақ көзден жас төмен қарай тамшылап, бетін жуып кетті. Ол екі қолымен бетін басты. Well, exclaimed Mr. Bumble, stopping short and looking at him with hatred. Of all the ungrateful and unpleasant boy I have ever seen, Oval, you are dead. Бопта, деп айғай салды мистер Бамбл. Ол тоқтап, оны жек көре қарады. Мен білетін рахметсіз, ұнамсыз балалардың ішіндегі Оливер сен? No, sir, cried Oliver, holding tightly to the hand which held the stick. No, sir, I'll be good indeed. Indeed, I will, sir. I'm a very little boy, sir, and it is so. Жоқ, сер, деп айғай салды Оливер. Таяқ ұстап тұрған қолдарын қапсырақ құшақтап алып. Жоқ, сэр, мен шындығында жақсы боламын. Мен жақсы боламын, сэр. Мен сондай кішкентаймын. Және бұл, so what? Inquired Mr. Bumble in surprise. Сонымен не? Деп таңғала даусын көтере айтты. So lonely, sir. So very lonely, cried Old. Мен сондай жалғызбын. Өте жалғызбын, деп жылап жіберді бала. The undertaker had just closed his shop and was writing the detail of the day's business by lamplight when Mr. Bumble entered. Жерлеу бюросының басшысы өзінің дүкенін қазір ғана жауып, бүгінгі күннің табысын есептеп отырған болатын. Мистер Бамбл кіріп келген кезде. Here, Mr. Salisbury, I brought the boy. Әне, Mr. Salisbury, мен баланы алып келдім. Oh, it's the boy, is it? Said the undertaker, raising the lamp above his head to get a better view of Oliver. Осы бала ғой, солай ма? Деді мердігер лампаның басын жоғары көтеріп, Оливерді жақсырақ көрді. Mrs. Salisbury, will you have the goodness to come here a moment, my dear? Mrs. Salisbury, баттым, мына жаққа келіп кетесің ба? Mrs. Salisbury, a short, thin, bad-tempered woman, came in from a little room behind the shop. Mrs. Salisbury, қысқа бойлы, арықша келген, мінезі нашарлау әйел, дүкеннің артындағы кішкентай бөлмеге кіріп кетті. My dear, said Mrs. Salisbury respectfully, this is the boy from the workhouse that I told you about. Қымбаттым, деді мистер Salisbury, әйеліне құрметпен. Мына бала workhouse-тан келді, мен саған алдында айтып едім ғой. Деме, said he's very small, құдайым-ау. Сондай кішкентай ғой. Yes, he's rather small, replied Mrs. Salisbury. But he'll grow, Mrs. Salisbury, he'll grow. Я, ол сондай кішкентай деп жауап берді мистер Бамбл. Бірақ ол өсіп келе жатыр, Mrs. Salisbury, ол өсіп келе жатыр. I dare say he will, replied the lady angrily. On our food and drink. Мен де солай дегім келген еді, деп жауап берді леди ашулы жүзбен. Біздің тамаққа және сусынға. I see no use for workhouse children, not I. Workhouse-тың балаларынан ешбір пайда көрмедім, тек мен емес. For they always cost more to keep than they are worth.
оларды асырау шын құнынан да көбірек тұрады. However, men always think they know best. Алайда, ер адамдар өздерін жақсырақ білеміз деп ойлайды. There, get downstairs, little bag of bones. Онда кел, төмен түс, кішкентай мес қарын. The undertaker's wife opened the side door and pushed Oliver down some stairs into a dark room, which was used as a kitchen. Мердігердің әйелі бұрышта тұрған есікті ашып, Оливерді қараңғы бөлмеге 2-3 баспалдақ төмен итеріп жіберді. Бұл ас үй ретінде пайдаланып жүрген бөлме болатын. In it sat an untidy girl in worn out shoes and a torn blue dress. Үсті басы алба-жұлба болған, аяқ киімі жоқ, көйлегі жыртылған бір қыз отырды. Here, Charlotte, said Mrs. Sowerberry, who had followed Oliver down. Give this boy some of the cold bits of meat that we'll put aside for the dog. Міне, Шарлотт, деді миссис Соуэрбери, Оливерді төмен қарай түсіріп. Мына балаға суып қалған, итке деп дайындап қойған еттің қалдықтарын, бөлінген еттерден беріңдер. The dog hasn't come home since the morning, so he can go without them. Таңертеңнен бері ол ит келген жоқ, сондықтан ол онсыз да өмір сүре алады. Oliver's eyes shone at the mention of meat. Оливердің көзі етті естіген кезде жарқ ете қалды. A plate full of broken pieces was set before him, and he ate rapidly, while Mrs. Sowerberry watched him with silent horror. Тәрелке толы сынған бөлікке бөлінген еттері алдына қойылған сол еді. Миссис Соуэрбери бұған тыныштықпен әрі жиіркеніштермен қарап отырған кезде, ол бірден жеп тастады. When he had finished, he ordered him to follow her, and taking a dirty lamp in one hand, he led the way upstairs again. Ол асын ішіп бітірген кезде, ол оған артынан еруді бұйырды, кір лампаны қолына ұстады да, жоғарыға қарай қайта көтерілді. Your bed is under the counter. Сенің төсегің үстелдің асты. You don't mind sleeping among the coffin, I suppose? Менің ойымша, сен табыттармен бірге ұйықтағанға қарсы болмайсың ғой. But it doesn't matter whether you do or don't, for you can't sleep anywhere else. Бірақ қаладың не, қаламадың не, бәрібір сенің басқа ұйықтайтын жерің жоқ. Oliver obediently followed her. Оливер оның айтқанының бәріне көнді. Сонымен 4-ші чаптаны да аяқтадық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қызықты оқиғалар әлі де жалғасын табады. Сіздермен келесі видеода жүздескенше деймін. Лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Және келесі шығарылымды күтіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.